Сіз білесіз бе, Атырау қаласында оқушыларға автобуста жүру тегін. Дұрыс естіңіз. Автобуспен оқушылар тек мектеп қана емес, кез келген бағытта тегін қатынай алады. Ол үшін оқушы арнайы мектептен анықтама қағазын алып, ту туралы куәлігімен бірге Мұқан Төлебаев 44-те мекен-жайына барып, суретке түсіп, карточкаға өтініш қалдыра алады. Осы процестің барлығына небәрі 15 минут қана уақыт алады. Ал карточканы 500 теңгеге сатып алып, мектеп бітіргенше сол карточканы тегін пайдалануға болады. Қазақстан Республикасындағы көлік туралы заңның 13-ші бабында жергілікті өкілді және атқарушы органдардың шешімдерімен белгіленген жеңілдіктер тасымалдаушылардың жолаушылардың жекелеген санаттарын тегін тасымалдауды жүзеге асыруға немесе оларға жол ақысын төлеу жөнінде өзге де жеңілдіктер беруге міндетті делінген. Оқушының жол жүру ақысын мемлекет өз қалтасынан төлейді. Ал сіз карточкаңызды баспасаңыз, сізге берілген ақша ауаға, олардың еңбегі далаға кетпек. Сөз соңында, құрметті оқушы, сізге берілген мүмкіндікті пайдаланып тегін жүргеніңіз абзалырақ.